Ассалаумағалейкум қазақ елі, қазақ жұрты, қымбатты отандастар. Ақырын жылжып келіп жатқан ұлттық мерекенің бірі мына домбыра күні. Барлықтарыңызға құтты болсын. Өзіміздің қара домбырамызды дәріптеп, соған көңіл қызмет етіп, келер ұрпаққа осындай бір өшпес құндылығымызды қалдыруға қызмет етіп жүрген барлық мәдениет қайраткерлері келіп жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Менің атым Орал, Өскемен қаласы. Осы қасиетті киелі домбыраның жасау, дәріптеу, шәкірттерге үйрету жөніндегі 15 жылдан артық табанды тоздырып еңбек етіп келе жатырмын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мынау ұрпақтан ұрпаққа жалғасып өшпей келе жатқан қазақтың кім екенін бір-ақ үнімен ғана білдіретін қасиетті аспабымызға арналған мереке құтты болсын. Ән мен жырдан кенде емес халық. Мұқағалидың Нұрғиса атамызға жазып кеткен өлеңін ана Елена Есенғараеваның әнінен бір шумақ айтып берейін, есіңе мен алғайсың деп. Нұр жауып тұрған көктемде гүл түре барсаң бөктерге, қоңыраулатқан аспанда найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қоңыраулатқан аспанда найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Рахмет.